Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым, қадірменді ақтөбеліктер, сіздермен бірге бір аптадан кейін қайтадан әуесқой футбол лигасы аясында жұмысын жасап жатырған подкаст кешінде, подкаст үстелінде қайтадан жолығып отырмыз. Бүгінгі подкастымыздың қонағы қаламыздағы әуесқой футболдың бас төрешілерінің бірі Нұрболат Қоңырбаев бауырымыз. Нұреке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Және өзіміздің Ақтөбе әуесқой футбол лигасының ұйымдастырушыларының бірі, сонымен қатар Жаңақоныс командасы Суперлиганың белді командаларының бірі, осы Жаңақоныс командасының негізін қалаушы, жетекшісі Мизамов Ержан бауырымыз. Ереке, қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі подкастты енді осыған дейін де әр тур сайын подкаст жасап келе жатырмыз. Жазғы, күзгі маусымдарда жасадық дегендей сәл форматты өзгертейік. Осы подкастта, осыған дейінгі подкасттардың барлығында екінші лига 40+, 35+тен бастағанбыз. Енді осы жол бірден Суперлигадан бастайық, рұқсат болса. Айтатында біраз мәселелер бар дегендей. Егерде сұрақтарыңыз болса, осы шығарылымның астына пікір ретінде жазып кетсеңіздер болады. Барлық сұрақтарға сол эфирдің астында шығарылымның немесе WhatsApp мессенджеріндегі жетекшілердің, капитандардың группалары бар. Сол жақта міндетті түрде жауап берілетін болады. Шығарылымды, эфирді, каналымызды қолдап тіркеліп кетіңіздер, жазылып кетіңіздер, пікір жазыңыздар. Ендеше эфирімізді бастайық. Нұреке, қонақтан бастайық. Сөз берейік сізге. Жалпы қалай өтіп жатыр сіздің ойыңызша? Енді өзіңіз білеміз, ойыншысыз да бір жағынан төрешісіз де. Жалпы ең алдымен негізгі сұрақ, енді әуесқой футболда жүргеніңізге бірнеше жыл болған шығар. Бұрынғы кездердегі әуесқой футбол мен қазіргі кездегі әуесқой футболдың айырмашылықтары бар ма, жоқ па? Болса қандай айырмашылық, немесе тағы да қандай нәрселер, дүниелер көргіңіз келеді деген сияқты мәселелер. Біріншіден, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Шақырғандарыңызға рахмет. Подкаст деңгейі міне алысқа бармай қойық. Бір саты жоғарылады деп көруге болады. Оңынан болсын, Алла береке берсін. Ақтөбенің әуесқойлар лигасы бірге дамысын, бірге дамытайық, күш салайық. Әдемі. Енді әрине айырмашылық өте зор, жақсы жағынан деп айтам. Өткені өзім енді қалада барлығы білет шығар. Әуесқой футболды ойнағаныма біраз жыл болды. Ансар командасында бастадым, одан кейін Пронет командасында ойнадым деген сияқты. Одан бұрынғы кездермен салыстырғанда әрине бірнеше саты жоғарылады ғой, шүкір Аллаға шүкір. Трансляция жағы болсын, төрешілік жағынан болсын, ұйымдастырушылық жағынан болсын, барлығы бір саты емес, даже 2-3 саты жоғары деңгейге өсіп жатыр, Аллаға шүкір. Енді осы жылдағы әуесқой лиганың күзгі формат қой, күз-қыс форматы әдемі басталды. Өткені осы Алланың қалауымен Қоныс спорт кешенінде бастап алған Суперлига ойындары өте керемет деңгейде өтіп жатыр деп нақты түрде айта аламын. Өткені ойындардың бақталастығы жағынан болсын, немесе трансляцияның качествосы болсын, комментаторлық жақ, төрешілік жақ, жалпы ойыншылардың деңгейі барлығы осы Қоныс спорт сарайында әдемі бір көрінетін секілді. Сондықтан тек қана оң жақ бағытта өзгерістер бар, оған шүкір етеміз. Сол маған ұнап жатыр жалпы осы күз-қыс форматындағы турнир. Ары қарай да жақсы жалғасады деп үміттенеміз. Қай залда болмасын, тек ойындардың тартыстылығы әрқашан биікте болады. Өткен білесіздер, біздің Ақтөбенің футболы әрқашан жоғары деңгейде, ойыншылары жалпы. Сондықтан сол ойыншылардың деңгейіне, ойыншылардың ойнау сапасының көрінісіне ұйымдастырушылық жағы да ілесіп келеді деп ойлаймын. Одан асып түссін, Алла бұйырса. Сол. Жалпы енді негізгі ең алдымен қою керек сұрақ болған шығар мүмкін сізге. Бір сұрақ, көпшілік ойыншылардың сізді танитын, көкейінде жүрген, менің де көкейімде жүрген сұрақ. Нұрболат па, Әли ме? Соны нақтылап алайықшы. Есіміңіз негізінде Азан шақырып қойған атым документ бойынша, жалпы құжаттар бойынша Нұрболат. Қоңырбаев Нұрболат есім, Аллаға шүкір. Кішкентай кезімде
сөйтіп мына футбол ойнағанда жалпы ортамда бір сол Али деп атап кетті бір кішкентайымда. Нақты есімде жоқ та, бірақ бір кісі атап кетті Али деп. Нұрбек Ури деген сияқты ғой. Иә, содан бастап Али деп кетті. Сол футболдың қарамағындағы таныстарым болсын, жақындарым болсын, Али деп есім танып кеттім. Мен былай естігемін. Кімнен естідім? Санкодан ба? Кімнен естідім екен? Неге мен де солай сұрадым тоже. Мен Алике деп жүрмін ғой. Содан Нұрболат Қоңырбаев дейді. Кім ол деп қоямын. Сонда Нұрболат бауырымыз бұрын мінезі қызуғанды болған ғой футбол ойнаған кезде. Соған байланысты Алидің де мінезі қызуғанды болған тарихтан қарасақ. Мұхаммед Али? Жоқ. Сахаба Али. Соған байланысты солай айтып кеткен деп естігемін енді. Ол да мүмкін бір шындыққа жанасады тоже да. Мүмкін атап кеткен кісі мүмкін соған ұштастырған шығар, келтірген шығар. Бірақ сөйтіп атап кетті. Енді қазір енді барлығы сол атпен танығасын. Қызуғанды болды деп жатыр ғой кезінде. Қызуғанды Қазір қалай? айта алмаймын, қызуғанды болды. Мүмкін жастықтың буымен шығар. Енді бәрі футбол сондай спорт түрі болғасын, конечно. Мінез көрсетпей немесе жаңағы эмоцияңды шығармай футбол ойнау қиындау. Бірең сараң мүмкін тауып біткен қасиеттері бар жаңағыдай ойыншылар болады ғой. Баппен байыпты ойнайтын, бірақ эмоция шығарып ойнайтын ойыншылардың біріне қатарына кіремін өзім. Ойында солай шығар, бірақ төрелік еткеніңізде байқаймын, былай ең сабырлы, ұстамды, нағыз үздік төреліктің үлгісін көрсететіндей төрешілердің қатарындасыз мен үшін. Көпшілік үшін де солай шығар. Төрешілердің жалпы болу керек қасиеттерінің бірі деп ойлаймын. Өйткені футболшылардың футбол алаңындағы эмоциясы бөлекті. Біз сырттан қарап тұрған жалпы футболды бағалап тұрған адамдар, яғни төрешілер болсын, көрермендер болсын, екеуі екі түрлі нәрсе да. Сондықтан түсінікшілікпен қарап, мүмкін кейде ойыншылар ашуланып кетеді, бір артық сөздер айтып қояды, мүмкін байқаусыздан қызуғандымен. Сондықтан оның бәрін көтере білу керек, түсіне білу керек, шектен шықпаса әрине. Жалпы ойнағаннан қарағанда төрелік еткен қиын шығар енді. Төрелік еткен оңай емес. Бізде қалай жалпы Ақтөбеде? Ақтөбеде бізде енді білесіз ғой, жаңа қайталап айтып кетейін. Футболшылардың деңгейі жоғары ғой. Бізде ережені де жақсы біледі. Жалпы бізде көрегенді ойыншылар ғой, жан жақта ойнап жүрген Ақтау, Атырау, Алматы, Астана, жалпы ел асып жүрген футболисттер, футболшылар, футзалисттер. Сондықтан олардың деңгейінде жаңағыдай төрелік ету, жалпы дұрыс шешім қабылдау, тез шешім қабылдау оңайға соқпайды. Сондықтан ойнағаннан қарағанда төрелік ету әрине оңай емес. Қиындау болып саналады деп ойлаймын. Мынадай мәселе, мынадай жағдайлар болды ма жалпы? Енді неше жылдан бастап, қанша жыл болды төрелік етіп жүргеніңізге? Төрелік еткеніме көп болған жоқ негізі. Ең бірінші Арслан Ақаев деген жаттықтырушы бар ғой. Соның бір турнирі болды Ақтөбенің облысының осы чемпионатын алды. Сол кезде өзім Ансар командасында ойнап жүрдім. Сол кезде бір төрелікке бір-екі сұрақтарым болды. Мен жалпы жас балдар төрелік етіп жүрді. Сол кезде неге өзім төрелік етпеске деп бір сұрақ қойды да өзіме. Ұсыныс жасадым, жасап көрейін деген сияқты, қолдан келетін шығар деп. Саят бауырымыз да Ақтөбенің төрешілерінің Суликанов бас төрешісі, иә, қаламыздағы. Чемпионаттағы, Қазақстан чемпионатының қазіргі беткіштар төрешілердің бірі, Аллаға шүкір, көз тимесін. Сол Саяттардан жалпы ақылдасып, бастап көрсем қалай болады деп. Саяттар құттап, қарсылық білдірген жоқ. Содан бастап жайлап білмегенім сұрап Саяттардан. Үйренген нәрсемді үйреніп, жалпы андай самоучка деп айтады орысша. Қолдан өзіміз үйреніп, видеолар қарап, төрешілік қалай етеді, футбол екі бөлек нәрсе ғой. Соның жаңа ережелерін сұрап, сөйтіп, осындай төрешілік сатысына жетіп отырмын, Аллаға шүкір. Мынадай жағдайлар болды ма жалпы осы әуесқой футбол аясында болсын, жалпы Ақтөбеде төрешілік етіп жүрген кездеріңізде? Енді түрлі командалар, түрлі ойыншылар бар ғой, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, кейбір командалар, кейбір ойыншылар расымен де ел асып, басқа қалаларға, сыртқа, сайыстарға шығып ойнап жүр. Деңгей көрініп тұрады енді сыртқа шыққан ойыншылардың, командалардың. Бірақ бәрібір де емес, кейбір командалар ауылдық жерде тек қана құрылып, осылай келіп тек осы әуесқой футбол лигасына қатысып кетіп жүрген командалар да бар. Түрлі ойыншылар бар. Ойын арасында бір сіздің шешіміңізбен келіспей қалып, арты жаңа дау жанжалға айналып кетіп,
тіпті ойыннан кейін де осы дау жанжал жалғасып кеткен жағдайлар болды ма, немесе тіпті әлі күнге дейін ренжісіп жүрген деген сияқты бір матчтың енді тағдыры төрешінің қолында ғой жалпы. Ондай жағдайлар көп болды ғой, бірақ жаңағыдай жаға жыртысуға дейін барған жоқ, Аллаға шүкір. Футболмен алады. Жалпы осы жерде айтып кеткім келеді, футбол ол футбол болып қалу керек та, жалпы ол өлім мен өмірдің арасында сұрақ емес қой жалпы. Енді түсінемін, енді бір мақсаттар болады команданың алдына қойған. Мысалы футболшылар қателеседі, төрешілер қателеседі деген сияқты. Сондықтан осы жерде айтып кеткім келеді, жалпы бір терең түсінікпен қарау керек та жігіттер. Қазір мысалы енді жас буынға айтпай ақ қояйын, мысалы мына орта буынға келген жігіттер болады, орта буыннан асқан жігіттер болады, жаңа плюс 35-40 деп жатыр. Сол ағаларымызға, інілерімізге, құрдастарыма айтатым, жалпы футбол ең бірінші бұл спорт, және ол жағы футболдан тыс өмірге байланыстырмау керек та жалпы. Футболдағы болған эмоцияларды, футболда болған іс-әрекеттерді соны бір өтініш ретінде сұраймын да. Өйткені артық кетіп жатқан тұстарда болады, онда ессіздік қой енді. Қол жұмсап деген сияқты шамалы. Бірақ ондай сәттер енді қазір жайлап бәсеңдеп кеткен сияқты, өйткені оның неге деген сұрақ болса, өйткені төрешіліктің бір деңгейі де шамалы бір өсті деп ойлаймын өзім. Өйткені балдар жан-жақтан білім алып жатыр, практика жүзінде өтіп жатыр. Қазір Ақтөбеде шүкір бізде бір 5-6 төреші кәсіби деңгейде төрелік етеді, футзалдан болсын. Үлкен футболдан одан да көп бізде кәсіби деңгейде төрелік ететін төрешілер. Тек қана Ақтөбе өңірінде емес, жалпы Қазақстан чемпионатында жақсы бағаға оценка дейді, сондай алып жүрген төрешілер. Сондықтан жаңағы сұраққа қайтып келсек, ондай мысалы ауылдың командалары, жалпы футболды жаңа бастап келе жатқан командалар болады, енді ереже түсінбейтіндер болады. Оның бәріне түсініксізбен қарау керек. Өйткені ережені түсіндіресің, жаңағыдай алыпты былай бересің, 4 секунд санайсың деген сияқты жаңағы түрлі нелер бар ғой, өзінің ережелері. Соның бәрін баппен, сабырмен жалпы түсіндірген жақсы. Бір мысалы қателік жіберсе, оны бірден жаңағы сары қағазбен жазаламай, немесе жаңағыдай қатаң ескертпей, жайлап түсіндіріп, бауырым деген сияқты түсіндіріп, өзімізде мысалы футболды бастадық қой, сол кезде білген жоқпыз. Мен де мысалы жаңа айтып кеткендей қызуғанды төрешілерге бірден жаңағыдай өзім келіспейтін тұстарымды бірден айтатын едім, қызуған түрде. Содан кейін қазір әзіл дейді ғой қасымдағы неде. Қалай екен деп. Иә, қалай сен өзің кезінде төрешілерге атылып жаңағыдай қызуғанды өзің мінезін көрсететін едің. Қазір соны түсініп жатсың ба деп әзілдеп қоятын айтамын. Қай ойында? Әрине деп. Алихан, Пранет пен Рахмет бір полуфиналда ойнаған кезде. Сол кезде көргенмін Нұрек ашуын. Бір момент болып қалды сондай подвалда. Да? Финал полуфиналда ма екен? Ұмытып қалдым әйтеуір. Сондай бір. Сол кезде көргенмін мен сізді алғаш Финал болмағанына шүкір. Кімді көп адамдар танымаймын ғой ол кезде. Енді танысып жатқанбыз ғой бәрімен. Пранет деген командадан, бірақ Санкодан еститін едім, бұрындары мешіттен тоже солай бірінші лига ойнаған деп. Сол кезде көргенмін ең бірінші. Қазіргі образыңызға үйрене алмай жүрмін мен. Бірақ дұрыс, солай болу керек қой. Футболдың қызығы мен сол шыжығы солды жалпы. Бірақ барынша сабырлы болуға шақырам. Иә. Футболшыларды, өткені сырттан да әдемі көрінеді жалпы. Өзің ұстауың жалпы футболшыға тән. Енді біз болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Кәсіби деңгейге шамалы бет бұруымыз керек та енді. Мысалы бізде төрешінің шешімі дұрыс болмаса да, оны сабырмен қарайтын футболшылар бар да. Ойыннан кейін жайлап келіп айтып, осы тұста сенімен келіспеймін деген сияқты, немесе жеке-жеке шығып жайлап осылай немесе Али бауырым осы жерде мына жерде келіспеймін, мына жерде дұрыс болмады деп ше, қалай ойлайсың деген сияқты. Сөйтіп әдемі жеткізсек, одан нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Ана жаңа онспен ойнаған кезде достардан ұтылып жатырық. 2-1 ма? 2-0 ма әлде? Сол кезде сіз судья болдыңыз ғой. Кімге? Асланбекке красный беріп жіберген кезде. Сонда дауыс шығарғым келген жоқ сол кезде. Өйткені білдім примерно. Еще енді бұрыннан келетқан дос, бірдеңе айтты деп. Өйткені мен мына жағында тұрдық қой біздер. Біздің профқа. Сосын сұрасам, шыққаннан кейін дәл сондай болған екен ғой. Сондай жағдайлар қызық болады. Енді сол кезде бізге победа керек болып тұр енді. Чемпиондыққа таласып тұрық. Бірақ кейін шыққаннан кейін уже жаңағыдай қызықты сәт болып қалады ғой. Әдемі турнир болды. Жаңа осы жақсы ойнады сол кезде. Айбын сол победаны алған кезде негізінде Ырғызға уже чемпиондыққа ойнайтын тұр едік. Ұтқанда чемпион болып кететін тұр едік.
неге қарсы сервиске ешкімге қарамаймыз ол кезде. Личкада отырып тұрамыз ғой өйткені. сол жоғары лига болды ғой. Иә, Сол 6-6 форматы қызық өтті сол жоғары лигада командалар. Ана золотой картамен, алтын картамен ойыншылар алмасып, командалардың деңгейі біраз мықты болып қалды. Қазір осыны арнайы айтып кетейік трансфермен алтын картаны. Жаңағы бірінші төрешілік мәселесіндегі қойылған осы сауалдарымызды жауап алайық, сосын жайлап басқа тақырыпқа өтеміз. Жаңағы енді Нұрекен жақсы айтты ғой, сабырлық жөнінде. Енді осы тұста сабырлық көптеген ойыншыларымыз жалпы сабырға шақырып жүрген, ұстамдылыққа шақырып жүрген біздің Ақтөбе әуесқой футбол лигасының ұйымдастырушыларының бірі Бақытжан мешітінің имамы Ерекең бар. Осы тұрғыда сіз бір жақсы салиқалы әңгіме айтып жіберсеңіздер, себебі бұндай тақырыпты біздер әр подкаст сайын қозғасақ та артық етпейді, себебі бұл қазіргі уақытта футболшылар арасындағы бір үлкен өзекті мәселе. Мінез, көркем мінез, өзін ұстау деген сияқты. Себебі тіпті бір-бірінің қатты қол жұмсап жатқанда ойыншылар арасында болсын, төреші мен ойыншының арасында болсын, осындай жағдайларда тіркеліп жатты. Не айтасыз, Ереке? Енді әрдайым айтамыз ғой жаңағы, біз футбол ойнаған кезде періштелер футболдың сыртында қалып қоймайды деп ше. Ойнап ал, амал дәптеріңе ештеңе жазбаймыз деген сияқты. Қашан қай жерде жүрсек те амал дәптерін жазатын періштелер қасымызда. Сол үшін енді жаңағы ғой, енді кеше мысалы соңғы доспен ойын болды, 1-0 ұттық. Біраз эмоцияға толы ойын болды. Кәдімгідей ұтып жатқан кезде эмоцияң одан сайын шығады ғой, ұтылып жатқанға қарағанда. Бірақ жаңағыдай ғой, енді біздің эмоция аламыз ғой, бірақ эмоция аламыз деп басқа адамдардың ақысын жеп қоймауымыз керек та. Кеше мен соңғы осы инстаграмға да салып едім, сториске. Осылай өйткені біраз футболисттер қарайды ғой, біраз қызуғанды жігіттер бар бізде Ақтөбеде, бірақ бәрі орнымен ретімен болса әдемі ғой. Жаңа мен Әлекеңе риза болатыным, негізі сол дұрыс. Төрешілер суыққанды, сабырлы болған жақсы, өйткені жаңа хадис бар ғой, енді біреуің ашуланған кезде екіншісін үндемей қалыңдар дейді. Сен өзің ашуланып тұрсың, футбол ойнап жатқан кезде, судья да ашуланып саған солай жауап беріп жатса, ол үшінші шайтан дейді да, ондай нәрседе. Саған сен ашуланып тұрған адамға сен сөйлеп жатқан кезде, ол адам саған күліп, жымиып қарап тұрса, қанша жерден ашуланып тұрсаң да сен басылып қаласың. Ол адам саған жауап қайтармаса, сабырлы көзбен қараса. Сол үшін барлық төреші, енді аға бауырларымызға да осылай айтқым келеді. Сол әрине түсінемін, қиын, жаңағыдай, тем более кейбір кезде жекеңе өтіп кетеді. Жаңа шыққаннан кейін бәрінде жігіт бар, намыс бар деген сияқты. Бірақ сол секундта бір сабыр ұстап қалса, кейін өздері өкініп кешірім сұрап келетін шығар. Ондайлар көп шығар да, кешірім сұрайтындар келіп. Әрине. Сол үшін жігіттерді сол барынша сабырлыққа шақырамыз, және де эмоция аламыз деп екінші бір адамның ақысын жеп қоймайық. Күшті болсаң әлсіздің ақысын жеме, бай болсаң кедейдің ақысын жеме деген сияқты ғой. Әр жасаған жамандығың Аллаға берген қарызың дейді. Біреуге бір жамандық жасадың ба, ол міндетті түрде саған келеді, өйткені Алла Тағала әділ деген сипаты бар. Сол әділдік сипатымен бізде барынша әділ болып, ешкімнің ақысын жемей, футболды тек жақсы эмоциямен алып кетуіміз керек қой. Рахмет көп. Жалпы қарап отырған, осы шығарылымды қараған ойыншыларға титтей болса да үлес, көркем мінездікке, ұстамдылыққа келуге үлес тисе, осы подкастымызда бекерден бекер болмаған деген ойдамыз. Ендеше Суперлигаға оралайық, бастайық. Бастамас бұрын осы эфиріміздің жалпы әуесқой футбол лигасының дәл қазіргідей деңгейге жетіп, жылдан жылға артып келе жатырғанына үлкен бір өзінің септігін тигізіп жүрген қолдаушыларымыз, демеушілеріміз бар. Соларға кішкене ғана тоқталып кетейік. Бас серіктестеріміз Ақтөбе әуесқой футбол лигасының Абойленд түсқағаздар компаниясы дүкені, Батыс Қазақстандағы, жалпы Қазақстанымыздағы ең үлкен түсқағаздар орталығы, сонымен қатар Окерей білім беру орталығы, ағылшын тілі курсы, Окерей мектебі. Осы екі үлкен алпауыт компания Ақтөбе әуесқой футбол лигасының бас серіктестері, демеушілері. Сонымен қатар Спорт Ақтөбе дүкені және өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай Лит Энерджи компаниясы біздің серіктестеріміз. Жүлдеген боларсыздар Лит Энерджиден дәл осы сәтте алып қойсаңыздар да болады. Ендеше Суперлиганы
Бастайық. Білесіздер, Суперлиганың алғашқы 2 туры Қоныс спорт сарайында өтті. Жалпы барлық командалар, барлық ойыншыларға ұнады. Осылай бола берсе екен деп те айтып кетіп жатты. Өкінішке қарай енді барлық тур ояқта болмайды. Алдағы тур Әлихан спорт кешенінің жаңа залында болады. Ол да енді қазір Ақтөбедегі мықты залдардың бірі, өзінің трибунасы бар. Әрі қарай плей-оффтың кейбір матчтары қайтадан Қонысқа барып қалармыз. Алла қаласа, жартылай финал, финалдық ойындар Қоныста болу керек. Енді ол болашақтың еншісінде. Осы жексенбіде 6 ойын болады. Жалпы енді не айтасыздар? Ең бірінші сіздердің ойларыңызды білейік. Суперлига қалай, қай команда, кімнен қандай нәтиже күтесіз деген сияқты. Ойындар, қызық ойындар. Бірінші. Ерекең баса берсе. Достар, екінші тур ма? Бірінші турды талқыладыңыздар ғой, жалпы? Иә, талқылады. Екінші тур. Шаңырақ пен Айбын бір ойнады, тең ойнады. Пронет жастар 2-1 ұтты. Және Жаңақоныс Досты 1-0 ұтты. Бұл А тобында. Б тобында енді айтуға мен қорқып тұрмын, өйткені Шаңырақпен де Айбынмен де ойнаймыз ғой. Мен бір байқағаным, бізде Ақтөбеде қалай айтсам болады, критиканы әлі қабылдай алмайды екен. Өйткені осындай бір талқыладық қой, кейбір мәселелер талқыладық, содан кейін кейбір жігіттер кішігірім ренжіп, солай не істегендері болды, жекеге шығып. Командаларын айтқанда ма? Иә, командалар. Енді бұл жерде біз ешқайсының жеке басына өтпейміз ғой, ол мынандай. Команда қандай деңгейде ойнады, қалай болды, соны ғана айтамыз ғой. Сол үшін жігіттер дұрыс түсіну керек. Сондай нәрселерді байқадым мен өткенде. Сол үшін бірдеңе деп айтуға да қорқып қалдық, иә. Бірақ Шаңырақ пен Айбынның ойынын қарадым мен, запистен қарадым кейін. Кейін команда тура істеген кезде, мүмкін көзге түскен адамдар болды ма деп сол кезде қараған кезде, ондай қатты көзге түскен ойыншылар болған жоқ. Бір деңгейдегі команда. Негізі Айбынның деңгейі кішкене жоғары еді, бірақ жаңағы ключевой деген қалай болады қазақша, негізгі ойыншылары жоқ болған себепті 1-1 деген нәтиже заңды нәтиже деп ойлаймын. Сіз төреші болдыңыз ғой да сол ойында? Өте жақсы ойын болды. Шаңырақта жаңа ойыншылар мен толыққан. Өркен, Шернияз, Ерлан бар. Жақсы. Ерлан, Носмағамбет пе? Иә. Еркін Жұмаханов. Еркін Жұмаханов. Еркін Жұмаханов. Сосын Нұрлан Мажитов. Нұрекең бар, айтпақшы. Нұрекең бар. Нұрекең көрмегелі біраз болды. Жалпы Нұрлан Мажитов футзал Ақтөбеде ол ең бірінші шығып жатқан кездері, Інжу жаңағы шығып жатқан кездері Нұрлан Мажитов ол Қарағандыда әскерде болғанда сол Қарағандының командасында ойнаған. Профессионал түрде ойнаған. Өте жақсы деңгейдегі футболшы болды. Қазір енді Жамал футболдан алыстап кетіп жаңағы өзін формасын шамалы терет етіп алып, бірақ енді жайлап қосылып жатыр ғой, қосылып жатқан секілді. Қуаныштымыз Нұрекеңді көргенімізге. Иә, кеше мен де сол ойында Нұрекеңді көрдім, машалла. Нағыз футболшы қасындағы жас футболшыларға, футзалистерге, жалпы ойыншыларға көп нәрсе береді деген үміттеміз. Жақсы ойын болды. Сосын Айбында жаңа сіз айтып кеткендей Ереке Шыңғыс Шамшидиннің жоқтығы көрінеді. Шамшидин, Айба Жақасов артта. Айбек Жақасов екеуі де өте жаңағы мықты деңгейдегі Ақтөбенің футзалшылары. Футзал болмаса, футбол болсын. Хромтау командасына өнер көрсетіп жатыр ғой. Сол екеуі болғанда мүмкін бөлек ойын болар еді, бірақ Шаңырақ пен Айбынның қазіргі ойыншылары да осал емес. Жақсы. Жақсы ойын болды. Тең есеп, әділ деп ойлаймын. Келесі ойын. Пронет пен жастар 2-1 жеңіске жетті бұл ойында. Күшті ойын болды, екінші тайм. Бұл ойында айтып кетейін, мен енді төрешімін ғой, бұрын Пронетте ойнадым. Басында сәл сұрақтар болып қалды ма? Басында сұрақтар болды. Оның бірақ басында біз ашып алған болатынбыз, Саят бауырыма өзім айтқанмын. Бұл ойынды мен негізі алсам қазір шамалы әңгімелер болады, немесе маған қиын болады, немесе командалар қиын болады, қалай болады. Онымен төрешілердің жетіспеушілігіне байланысты, сосын Қоныс пен Алиханның арасы алыс болғасын, бір ойынға төрешілерді алмастыра алмаймын деп айтты да, ескертіп. Сондықтан Саяттың өзі басқасында жүрді. Сол ойыншыларға ескертіп, жалпы жастардың Пронеттің келісім алғаннан кейін төрелікке шықтық. Ешқандай сұрақ болмады деп ойлаймын. Жоқ, әдемі. Ілияс бауырым бірінші төреші болды. Ойын өте жоғары деңгейде болды Пронет пен жастардың. Көрген шығарсыздар. Мықты ойыншылар, Азат жастардың құрамында қазір. Бірінші ойын жоқ, бірінші тайм ондай қатты болмаған сияқты да. Темп бірінші таймда
или мен бірінші таймда неден бірден көрдім? басталып кетті ғой. ютубтан көрдім, может сол үшін шығар. Жоқ. Екінші таймда кәдімгі живой көрдім голдардың Мына бәрін. жердегі ойынның жалпы Пранетпен жастар енді қанша жылдан бері келатқан Қасқыр мықты, командалар. иә, қасқыр командалар ғой. Сондықтан бірден лап берді ғой бірінші минуттан бастап. Жастардың құрамындағы өте тәжірибелі ойыншылар бар. Онымен жаңағы Азат бауырымызбен толыққан. Азат өте жоғары деңгейде ойын көрсетті. Осы турдың, осы матчтың үздік ойыншысы деп санаймын. Гол голевой. Пранетті айтып кетсек те енді өздеріңізге белгілі. Асланбек Какимов құрамында. Азамат Қарабек. Азамат Қарабек, сосын жаңағы Диас Өтеген ембі құрамында чемпион болған. Жақсы қақпашылар, жас ойыншылармен толыққан. Сол жаңағы жастық пен опыт дейді ғой жаңағы. Соның қосындысы өте жақсы. Тәкең травма сияқты да, Талғат. Талғат шамалы аздап пауза беріп отыр. Өйткені жарақатына байланысты. Талғаттың жетіспейтіні көрініп тұр. Әрине тез сауығып кетсін. Тәкең андай ғой. Неординарный игрок деймін ба? Жақсы. Ойламайсың? Нестандартный. Иә. Өтіп кетеді, немесе гол салмайтын жерлерден гол салып кетеді. Ана большой неде де 6-6-да да солай еді. Профессор дейміз. Профессор дейді оны. Спокойно, жаңағы сабырлы деп айтып отыр ғой. Сабырлы жігіттердің бірі. Тәкең ашуланған көрмеппін, иә. Көп сөйлемейді, өзінің ойын ойнап. Әдемі. Сол жақсы ойын болды. Бірінші жастар есеп ашты. Ұмытып қалдым, ерекен. 2-0 болды. 2-0 болды. Соңында Асланбек бір гол салып. Енді Пранеттің де моменттері көп болды. Бұйырмады. Моменттері кірмеді. Қақпашы жақсы тұрды. Сосын бір моментте Алмаз ағамыз алып шықты. Пустяға кіріп батқан жерде. Айып тобынан. Иә, штрафныйдан. Сондай жақсы. 2-1 жастар, негізі 2-2 болса да ешқайсысы ренжімейтін сияқты еді, бірақ жастар алып шықты моментте, олар енді жаңағы тәжірибелі жігіттер ғой барлығы. Счет ұстауды біледі. Әдемі естеп шықты. Әдемі. Турдың әдемі бір жақсы орталық ойындарының бірі болды. Шапағат Бақытжанұлы есеп ашқан екен жастар сапында. Азат Құдайбергенов екінші голын салған жастардың, және Асланбек Кәкімов Пранеттің жалғыз голын салған екен. Жолте аз болғанына таң қалдым, тағы да айтайын. Жолте бір жолтедан ғана алған екен. Енді қызыл карта көрсететіндей ойын болған жоқ деп ойлаймын. Ондай дөрекі ойын ережесін бұзулар болды. Хонстың жаңа пространство кең болғанында әсер ететін сияқты осыған да. Айта кетейін деп жаңа ұмытып кеттім. Жалпы Ерекен жақсы подмечать етіп отыр. Констың жалпы жақсы жері төрелікке де, жалпы ойыншыларға да, жалпы ойынның көрінісіне де итеріске, жалпы текетірестер болады ғой, борьба дейді. Сондайға кең болғасын, жаңағы аут беретін жақтары шамалы кең болғасын, ондай жағдайлар аз болады да. Ал қазір мысалы біз басқа спорт залда ойнасам, тар спорт залдар ол кезде қиындау болады. Жолсу деген сияқты біреуін текпетуі мүмкін байқаусызда. Сондай ойындар болады. Констың бір жақсы жері жалпы футбол ойнауға, футзал ойнауға әдемі да. Енді жаңа осы айтып кетейік, Азат Құдайбергенов деп айтып қалдық қой, жастар командасының ойыншысы кешегі соңғы турда гол салған екен. Баршаңыз білесіздер, Азат бауырымыздың кішкентай баласы дертке шалдығып қалған екен. Алла шипа берсін. Үлкен қомақты қаражат қажет болып жатыр екен, қателеспесем 55 миллион. 55 миллион деген енді ол тіпті 55 миллион деген сөзді естігеннің өзі бір жеткізбейтіндей ақша сияқты болып көрінеді ғой. Сондықтан ол бір отбасының басына түсіп тұр. Бір отбасы түгіл, әулет түгіл үлкен қомақты қаражат қой. Оған ел болып, жер болып барлығымыз атсалысып көмектесу қажетпіз. Әуесқой футбол лигасы тарапынан да бізде ертеңгі турларда бір акциялар жасап, командаларға ауыз су сатып деген сияқты түскен қаражаттың барлығын осы бүлдіршіннің еміне берейін деп жатырмыз. Сонымен қатар барлық командаларда осы Азат бауырымыздың баласына еміне қолдау көрсетуге жалпы қаржылай көмек ауадай қажет болып жатыр. Мейлінше атсалысуды сұраймыз баршаңыздан. Тағы да бір акциялар жасау керекпіз. Ереке. Сосын айта қоямыз. Жалпы айтайын дегеніміз осы. Алла шипа берсін. Әмин. Алла шипасын берсін. Бауырымызға Азат баласы тезірек ешқандай Аллах-Тағала із қалдырмай емін берсін. Көп түксе көл дейді. Сондықтан баршамыз атсалысайық. 1000 теңге, 2000, 10 000, 100 000, миллион беретіндер болады, Алла бұйырса.
Сондықтан бірге бір жұдырық болсақ жалпы ешқандай қиын емес деп ойлаймын. Алынбайтын қамал жоқ. Келесі матчқа оралайық. Суперлига 3-ші ойын Жаңақоныс пен Достың аралығында болыпты. Бұл матчта қызыл қағазда көрсетілген екен. Есеп 1-0. Ереке, жеңіс құтты болсын. Сіздің командаңыз ба енді? Алғашқы жеңіс. Не айтасыздар бұл матч бойынша? Қалекең бастасын. Жақсы ойын болды. Күшті ойын болды. Жаңақоныс қай жалпы турнирге қатыспаса, қай мына форматта болмаса да, Жаңақоныстың ойыны ылғи тез, динамичный футбол дейді ғой. Тез футбол, ашық футбол, сондай көрініспен танылады. Жалпы бірінші турда Пронеттен есе жібергенмен осы турда балдар жиналған сияқты. Жаңақоныстың балдары. Бейбарыс Иманқұл болмады бұл ойында. Бірінші ойында жақсы сырым болмады. Зауыч ағайымыз біздің. Жақсы ойын болды. Жаңақоныс жақсы деңгейде футбол көрсетті. Қарсыласы Дос да осал емес, білесіздер ғой. Дос бірінші турда Шаңырақтан басты 3-0. Батыр ойнады ма Доста? Ойнады. Сол мен есімде жоқ, көрінбеді Батырдың ойыны. Батырды көрсетпедік. Көрінбеуіне тырыстық. Жақсы айтады Сереке. Иманқұлдың інісі. Нұртай Иманқұл. Батырға Нұртайды индивидуально Тапсырдыңыз. Тоқсары екеуіне айттық. Байқаған жас моменттерде басқа адам тұспа болса жоқ, Нұртайды сол Батырға қойып именно. Батырдың тапсырманы толық орындап шықты Нұртай. Нұртай. Бізде енді жаңағы команда тураға деп солай Жаңақоныстан істеп қалдық. Воротчикті қойдық, енді 0 тұрған жалғыз біздің команда ғой, сол воротчикті көп сейвтер жасады. Бірақ сол Нұртай да, сосын гол салған жаңағы Намир да жақсы, екеуі де ойнады. Жақсы жас балдар ғой. Нұртайды маған ойыны өте ұнады, Нұртайдың. Нұртай жаңағыдай ғой, жоғары темпте ойнай алады, шаршамай. Жас қой енді. Көп екі ойыншымызға сол көп адамдардың көзі түсіп жатыр. Біздің де көзіміз түсіп жатыр. Құда түсіп қалмаңдар деп жатыр. Жақын уақытта. Намир деген ойыншылар осы 2-3 жылда көретін ойындарын жас балдар сияқты еді. Қазір өсіп өте жақсы. Дамир деңгейде газонда қай ойында екен, бір ойында ортадан алдасып обрезка істеп гол кіріп кеткен біздің командаға. Сонда Қытай кішкене ренжігем, ортада алдаспа деп сонда айтып еді ұстаз. Ертең паркетте иншалла істеймін деп ше. Газонда мен қатты ойым шықпайды, паркетте менің ойыным деп сол айтқан сөзін кішкене дәлелдеді. Дос, в принципе, жаңағыдай расслабленно ойнады енді жаңағы сабырлы. Өткенде енді солай момент күтті ғой, Шаңырақпен ойында да. Бүгін де солай болады деп ойлады. Біз жалпы жігіттерге айтқам, мен ойымша бір гол ғана болады дедім. Или олар салады, или біз саламыз. Қай команда гол салады, сол ұтады деп едім. Күтейік дедім, бастысы. Момент болады, алда бастысы күтейік деп. Бірінші таймда енді көп моменттер болды, оларда да момент көп болды, бізде де момент көп болды. Сонымен әйтеуір бұйырды. Дос жалпы андай команда ғой. Достан қандай ойын күтетінін білмейсің. Непредсказуемый дейді ғой. Дос бір 4 гол салуы мүмкін, бірақ бір ойында 4 гол жіберуі мүмкін. Сондықтан Достың да алдағы жеңістер әлі алда деп ойлаймын. Жаңақоныстың командасына да жеңістер құтты болсын, Ереке. Амин. Келесі матч бізде Металлург пен Достық арасындағы матч. Күшті ойын болды. 2-2. Жалпы менің ойымша екінші турдың орталық ойыны осы Металлург пен Достық сияқты. Именно футзал ойлайтын болсақ, нәтижелі тең ойын, тең есеп тіркелді 2-2. Алты форматында болса, Пронет пен жастар футзалда Металлург пен Достық. Өйткені жаңа Пронет пен жастарда көпшілігі үлкен футболдан келген кісілер ғой. Мына жақта кәдімгі футзал ойнайтын ойыншылар. Ол Нұрлан Ақмалаев болсын, немесе ан жақтағы жаңа Саят болсын, Руслан Болатов болсын, Назияр Қобалан дейін бәрі сол не ойнайтындар ғой. Азаматов, Арстанов. Ол да футзал ойнайды, футзалдан шыққан. Күшті ойын болды. Металлургтың өткенде Абылынпен ойынында кәдімгідей жаңағы қалай айыз қоншын қанап дей ма, сондай күшті не істеп еді, кәдімгі көзің тойып ойынға. Осы жолда Металлургтың сондай күшті ойын болды. Металлург жалпы футзалдың командасы ғой, жалпы Металлург. Футзалға қарай икемделген, жалпы дайындалған. Бапкері Сержан ағамыз да, футзалдың тренері жалпы. Тренердің жалпы қолы көрініп тұр командада, дайындықтары, тыңғылықты. Жол болмай жүрген сияқты еді. Осы турнирде жақсы
бастаған жақсы, сияқты. құрамы жақсы. Ойыны жақсы. Жаңағы столп дейді ғой, алдағы столп жаңағы бауырымыздың аты кім екен? Әділбек бауырымыз да өте жақсы. Бірақ столпты көп қолданған жоқ бұл ойында. Өте жоғары деңгейде ойын болды. Жаңа айтып кеткен Ереке. Футболистер жиналып байланысты анандай болған сияқты, достықта замен азғантай болды ғой. Шаршату үшін көп ойыншылар ауыстырды Металлург. 12 адам келді. 12 адам келді. Темпті жоғары қылды да шаршатып қалды достықтың ойыншыларын шаршатты. Өйткені бір моментте біз мына жақта Жаңақоныс разминка жасап жатырмық. Сол жерде жаңағы мүлдем ойынға шықпаған жаңағы 4 адам шығарып жіберді жас балдарды. Сіздермен кеше ойнап қайтқан Хромтаудағы кім еді жігіт? Асылбектің інісі. Қалиоллаев, Жәнібек Қалиоллаев, сосын тағы да қасында игроктар шығарып жіберді да, олар кәдімгідей топты айналдырды ғой. Сөйтіп ана жаңағы основасын демалтып алды да. Саят, жаңа Асыл, Есетай дегендерді. Руни. Сөйтіп соңында салып кетті ғой голды. Саят бауырымыз мықты темп ұстап. Саят мықты футзалда жақсы. Көз тимесін. Асарғопа келгеннен кейін мықты шөп кетті Саят. Екі жақта жүрді ғой, Екі жақта. На двух фронтах дейді ғой. Бір қарасам Алиханның жаңа залында Асарғопаның залында гол салып жатыр. Бір қарасам Металлургтен 9-ды көздеп жатыр. Голы сұмдық болды ғой. Негізі Солақай пример біліп тұр ғой деймін да, сол алып Солақаймен тебет кезінде ана не бар емес пе, жаңа Ариан Роббеннің бір финт еді ғой. Ортаға қарап тебет. Бірақ соны біліп тұрса да Рашидингтер жүріп қоятын еді ғой. Мына жақта да солай болып жатқан сияқты. Біліп тұрады Саяттың солай істейтінін, бірақ бәрібір енді шапшаң болып тұр ғой енді. Білдіртіп тұрып салып жатыр Саят. Білдіртіп тұрып салып жатыр. Саятқа босансымасын, мақтау өтіп кетпесін дейміз. Бірақ енді кімді де айту керек, Елдос Қайырбеков 2 рет дабл пенальтиді алып шықты. Біреу біріншісі ма бағанға тиді. Екіншісін Русландыкін алып шықты. 2 рет дабл пенальтиден енді гол салғызбау. Қызыл қағаз болды. Аңыз ойыншымыз. Ақмалаев. Жаңағы қақпашысы Елдос алға шығып кетіп, сосын шамалы бір қателік болып қалды да. Руслан Болатов. Бірге бір дегенде пустой ғой почти. Орта ешкім барап тұрған жоққа. Өйткені қақпада қақпашы жоқ болса, футзалда үлкен нәрсе ол. Өйткені гол салу мүмкіндігі жоғары болады. Сондықтан бұл жердегі қызыл карточка көрсету сөзсіз болды. Заңды. Ілеспен, сондықтан кейбір мысалы шешімдерге жаңағыдай келіспеуі мүмкін, бірақ футзалдың ережесі солай. Сұрақтар болды, жалпы сұрап жатты жетекшілері. 6-шы голға бере аламыз ба деген сияқты мәселелер. 6-шы голға байланысты сұрақтар болды, жаңағыдай келіспейді. Соңында жаңағы бұрыштама добына байланысты тиді, тимеді деген сияқты. Өйткені ойын темп жоғары болды. Ана жерде жылдам шешім қабылдау керек болды. Фол болсын, бұрыштама болсын, аут болсын. Сондықтан мүмкін кемшіліктер кетіп қалған болар, мүмкін төрешілік жағынан. Бірақ жалпы ойынға әсер еткен жоқ деп ойлаймын. Біз нейтральный ранкерлер ретінде ойында ондай төрешілері қатты білінбеген сияқты, үлкен қателік болатындай ондай болмаған сияқты меніңше. Төрешілердің ойынның жалпы әдемі өтуі, сол төрешілер негізі көп араласпаған ойын жалпы әдемі өтеді ғой. Негізі біздің мақсатымыз ойынға төрешілер мейлінше аз араласу керек жалпы. Ойын енді қатты бір дөрекі өтпей жатса, әдемі ойын болып жатса. Бірақ сондай ойын болды деп ойлаймын, ол дөрекілік болған жоқ бұл ойында. Меніңше осы жерде айтып кетейінші жаңағы. Мына футзалда бір жақсы жері 6 фол деген бар ғой. Сол үшін 4 фолға дейін бәрі аямай жасап алады да. 4 фолдан кейін үндемей қалды. Мысалы өткенде Бранеттен де сөйтті ғой. Бірінші таймда 5 фол, екінші таймда 5 фол алды да болды, фол жасамайды ғой одан кейін же. Бір фол алған. Мына 6-6-ға да осыны енгізу керек сияқты меніңше же. Өйткені кейде матчтарда 10 фол, 15 фол, ана жаңа 6 фол теппейтін боласын, жасай береді да фолды. Ана ойын қараң келмейді ғой кейде. Қызық болмай қалады, қайтайда минут сайын фол болады. Мына жақта түсіру керек шығар онда. 3 фол қылып па, 2 фол. Мына жақта жоқ, 6 фолдың өзі әдемі. 4 фолға дейін жасап алады да, уже 5 фол деген уже ар жағында опасно. Апана, зрелищностьқа жалпы дейсіз. Иә. Қазір өзгеріс болып отыр ғой. ЛФ Астанада. Көрдік. Қолмен, аутты қолмен енгізу. Сосын әрбір ойыннан кейін, топтық ойыннан кейін, әрбір пенальти сериясы бір ұпай әдемі. Мысалы, сіз мысалы ұтылып қаласыз осы ойынды, бірақ ойыннан кейін пенальти сериясын ұтсаңыз 1 очко болады, 1 есеп, 1 ұпай. Ол ұпай үлкен нәрсе шешеді негізі. Былтыр Алюр солай чемпион болып кеткен. Алдыңғы жылы біз осы чемпионат Қазақстанға барып қайттық, Ерекен екеуміз. Сол кезде осы жаңашылдық енгізілген, аутпен қолмен аут енгізеді. Енді кейбіреулер түсінбейді, кейбіреулер түсініп жатыр. Онда өзінің ережесі бар. Қолмен алып қалсаң, ол жерде сен аяғымен енгізе алмайсың. Аяғын алып қалсаң, қолың ала алмайсың. Қалай ыңғайлы, солай енгізсең болады. Негізі жалпы. Испанияда солай енгізді қазір. Күшті практика түрінде. Бұл жаңа футболдың әсерлі өтуіне, сосын голдардың көп болуына жалпы себеп болуға.
после матчевой пенальти сериясын Ол да біз әдемі, сияқтылар күтіп отырады ғой анда. Ойынға шыға алмайды ау, бірақ пенальти тебемін дейтіндер. Пенальти. Соңында соны күтіп отырады. Қызық болады да, қызық Иә, болады. Тартымды көрермендер үшін жалпы. Иә, сонымен металлург достық ойыны 2-2 аяқталды. Ойын өте тартысты болды. Қызыл қағазда, дабл болды. пенальтиде барлығы да болды. Ойынның соңғы секундтарында теңестерді металлург ұтылып жатып. 10 секунд қалды. Иә. Бір ойыншыға аз ойнады. Достық команданың капитаны, команданың жүрегі Нұрлан Ақмалаев Шура есімімен танымал ойыншы алаңнан қуылды. Бір ойыншыға аз ойнаған кезде есепті теңестерді. Бірақ металлург былай да өте керемет ойын өрнегін көрсетті. Осы чемпионатта жалпы металлург бұрынғы металлургтан сәл өзгерек ойнап жатыр. Көпшіліктің көзайымына айналып та үлгерді. Қос командаға да сәттілік тілейміз алдағы турларында. Келесі матчқа қозғалайық. Абойленд Вестпойнт 5-1 6-1 дейді. Бірінші таймда қателеспесем Вестпойнт 1-0 ұтып жатты. Екінші таймда Абойленд жауапсыз 6 гол соқты. Әдемі ойын. Жалпы мен енді төреші ретінде мына ойындардың жалпы деңгейі шынымен де кәдімгі басқаша қазір. Өйткені әрбір команда жаттықтырушымен жаңағыдай өздерінің домашний заготовка дейді ғой, дайындықтарымен жалпы сондай жақсы өзгерістер болып жатыр. Абойленд командасында да өзінің жаттықтырушысы бар Қайрат бауырымыз. Сосын Абойленд достық командасында жалпы білікті ойыншылар, Пранет, жастары болсын, барлығында жаңағыдай тыңғылықты дайындықпен келеді. Жалпы турнирге шыға салмайды бұрынғыдай. Сосын жаңағы Вестпойнт командасын өздеріңіз білетін шығарсыздар. Ойынның басынан пятеромен 5 ойыншымен бастайды. Қалада өзім бір есте қалатындай бір ерекше командалардың бірі ғой. Бірден қақпашысыз 5-ші ойыншымен бастайды. Ойынның алғашқы минуты есеп 0-0, қақпашысы ана қақпашы жақта жүреді ғой. Бірден бастап кетеді. Дәкең жүреді. Солай соңына дейін. Стилі сондай командада. Бірінші турда Литененджімен қателеспесем. 1-1 ойнады осы. Жақсы. Вестпойнтта әдемі ойын көрсетті. Елдос бар құрамында. Степангани жақсы құрамы. Бірақ бұл ойында 5 ойыншымен ойнау көмектеспеді. Өйткені Абойлендтің дайындығы да жалпы ойнау өрнегі де шамалы жоғарылау болды. Өйткені дайындықтары көрініп тұр. Абойлендтің тренировкасына барамыз ғой. Кайра әр ойынға қарап сол не істейді жаңағы. Дайындаламын. Иә, мысалы олар пятером ойнайтынын білді, соған сай дайындалып келді. Вестпойнтта керісінше сондай бірдеңелер істеп қою керек еді. 1-0 болып жатқан кезде темпті түсіретін, өйткені жас балдар жаңа Абойлендте 2-4 ойнап тұр. Темпті түсіріп, сондай бірдеңелер істеу керек еді. Бір гол кіргеннен кейін өз үстіне өріп кетті ғой барлығы. Ислам хитрик. Ислам хитрик. Содан кейін Нұрбек, Мұстафа, Тимур барлығы. Абойленд жалпы алғашқы турында ойында жеңіліспен бастады. 3-2. Металлургтан жеңілді ғой да, қателеспесем. Жалпы қалай ойлайсыз? Сізде Абойлендтің жетекшілерінің құрамында жүрсіз ғой. Абойленд енді қарап отыр ғой, көпшілік командалар, Суперлиганда командалар бар. Енді ішкі құпиясын айтпайсыз ғой команданың, бірақ дегенмен де тапсырма, яғни задача дейді ғой. Чемпионаттың алдында қойылады ғой әр командаға. Чемпионство дейді, бір командаға 3-тікке кіру дейді, бір командаға топ 6-лықта қалу дейді, бір командаға зона вылетаға түсіп кетпеу деген сияқты. Абойлендке қандай задача қойылды? Меніңше әр команда қазір чемпиондыққа деп айтады ғой енді, бірақ меніңше кез келген команда кемінде жартылай финалға бару керек деп не қояды сияқты меніңше. Мақсат қояды, иә. Өйткені жаңағыдай мәселе ғой. Енді біз имам болғаннан кейін сол жағынан айтамыз ғой, дін адам болғаннан кейін чемпион болу болмауың сенің бағыңа байланысты, жаңа құрамыңа байланысты емес. Аллада нәсіп болуын байланысты. Сол үшін біз чемпион боламыз деген командаларға мен қатты не істемеймін. Жақсы деймін де, бірақ негізі кемінде жартылай финал деп жаңа задача қою керек қой. Абойлендте де солай. Өткенде де мысалға финалға шыққанның өзі жас құраммен негізі мықты нәтиже болды. Көбі Абойлендтің бұрынғы мықты құрамына қарап осы жолда жастарды ұту керек деген сияқты солай не айтты ғой, бірақ жоқ. Негізі финалға шығудың өзі нәтиже. Финалда енді ұту ұтпау ол жаңа нәсіп мәселесі ғой. Осы жолда кемінде жоқ дегенде жартылай финалға бару команданың алдында тұр, мақсат болып. Ал енді ары қарай финалға өту, чемпион болу ол енді
алланың қалауымен болатын дүние ғой. Жаңақоныс командасына да мен мысалға солай айттым, кемінде жартылай финалға дейін барсақ, өйткені кешегі Достықпен ойында команда өзінің несінде сенді. Негізі Жаңақонысқа 0 ойнауы көп командалар таңғалып отыр ше. Жаңақоныс деген өзі бір 5-6, 4-3 дейтін сондай счеттармен тіркеледі ғой. Иә, ашық футбол ойнайды. Бірақ айттым, жоқ жігіттер, осы жолы кемінде солай істейік деп. Ал енді Вестпойнтта меніңше әлі ұпайын алатын сияқты меніңше. Алады. Мына Петеронға қарсы ойнау негізі өте қиын ғой. Абойландқа қатысты жаңа сұрақ қойып жатқан себебім құрамында бірқатар өзгерістер бар ғой. Сосын акцент жас балдарға қойылып тұр. Бұрынғы кәрі қасқырлардың жалпы бір қатары ауысты. Қалғаны Қайрат Нұрмаханов бапкер, Нұрбек Саршанов, Мұстафа. Соларға қалып тұрған. Сосын Ислам бар, Исламчик. Исламның өзі де жас қой. Ол да жаңағыдай ғой, газонның баласы емес, футзалдың баласы ғой. Жақсы, футзалшы бала көрген. Жарайды, ендеше чемпионаттың соңына қарай көреміз. Енді барлық болжамдар қалай болады екен. Келесі матчқа өтейік. Литэнерджи, Авиценна. 1-1 аяқталыпты есеп. Екінші нәтижесі Литэнерджи. Екі ойында да 1-1. Өткен соңғы чемпионатта оның алдындағысында Металлург команда сондай болып еді. 6-6-да. Қайта 1-1. 5 ойынның ба, 6 ойынның ба, 4 ойын ба, неше ойнады, қателеспесем, 10 ойнады. Литэнерджи солай бастап жатыр әзірше. Авиценнамен 1-1. Соңғы ойын ғой осы турда болған. Литэнерджи Башойдың балдары ғой енді. Акцент 6-6-ға олар акцент қояды. Рамзан шығарда ішіндегі көбінесе футзал ойнайтын. Футзалға икемделіп жүрген Рамзан. Авиценнаның негізі ойыны күшті. Жас балдармен толыққан. Өткенде негізі Достықпен өте қатты ойнады олар. Ана жас бала жақсы күшті ойнады. Жаңа Елдоспен сөйлескем кеше ғана. Сол айтады, сол жас баладан қайта қинады деп тұр ғой, былай да былай өтіп. Бірақ жаңағыдай ойында тәжірибемен келеді ғой енді барлығы. Әзірше тек жақсы ойнап тұр, нәтиже бермейді, бірақ осы қалыптан таймаса, сол нәтиже келеді ғой өзі. Алиханның жаңа залында жарқырар. Қоныста ойын шықпай жатқан командалар. Өйткені тағы айта кетейін, екі түрлі ойын болатын сияқты. Жалпы жаңа залда Алихан Қоныспен салыстырғанда екен көре жатыр мысалы. Екі түрлі ойын болады, сосын кейбір командалар тіпті кейбір ойыншылар да бар талғайтын. Алаң талғайды, мына жақта ойын шығара алмайды деген сияқты ол әсер етеді қалай болғанда да. Меніңше енді жаңағыдай ғой, Металлург, Достық, Абойланд алғашқы үштікке, қалған 3 команда сол 4-ші орынға таласатын сияқты. Енді ренжімесін жігіттер. Тек қана футбол жайында айтып жатырмын ғой. Спорттық көзқарас, спорттық ой. Ал ана жақта мен басында айтқам, Пранетпен жастар 1-2 орынға таласа берсін біздің группада. 1-2 орында тұр ғой қазір. Бізге сол 3-ші орын керек. Болмай жатса, нәсіп болмаса 4-ші орын деп. Солай, өйткені жаңағыдай ғой, реальный қарау керек қой. Реальный немен қарау керек. Команданың бабына, ойыншыларының несіне қарау керек та, солай нәтижені жаңа ненде, задачаны да реальный қою керек. Задача дұрыс қой, ерекше задача қойылады, бірақ ойынға келгенде бәрі өзгеретін сияқты меніңше. Өйткені кейбір команда бір ойынға дайын болмай шығуы мүмкін. Кейбіреуі мысалы бүгін ключевой ойыншысы дейді, беткісар ойыншысы жарақат алуы мүмкін, немесе шаршап келуі мүмкін деген сияқты. Настройға байланысты мысалы. Жаңа Пранетпен жастар болсын, Абойландке болсын, қарсыластар 2 есе дайындалып шығады ғой. Осы әңгіме не үшін айтып жатырмын бұны? Алдағы ойында Достықпен Литэнерджи ойнайды. Достықта Симба мен Назик жоқ, Шора красный алып кетті. Почти состав жоқ, Безамен ойнайды тұрған сияқты даже. Литэнерджи енді өткенде 6-6 чемпион болған команда. Қазір нағыз ұпайын алып қалатын, сосын өзінің осы команда турнирге деген ниетін, чемпиондыққа таласатын команда екенін білдіретін сәт туып тұрған сияқты. Тур өткен сайын ойындар қыза түсуде. Бірінші тур соңғы турларда біз байқаймыз, бірінші тур байыпты өтті да, екінші тур уже шамалы ұпай жоқтар уже ұпай керек дейді. Температура, ойынның температурасы жоғары көтеріліп келе жатыр. Үшінші тур өте қызық болады деп ойлаймын. Үшінші турдың ойындарын айтып жіберейік. Айбын Жаңақоныс, Дос Пранет, Жастар мен Шаңырақ, Авиценна мен Абойланд, Достық пен Литэнерджи және Вестпойнт пен Металлург. Орталық ойын қай ойын деп ойлайсыздар? Достық Литэнерджи. Достық Литэнерджи деп ойлаймын. Қызық болады, Өйткені
жаңағыдай ол Литэнерджи 2 рет тең болып қалды да. Енді негізгі олардың да жаңағы бапкері бар команда ғой, негізінде оларда бапкері бар. Жаңа Абзал бауырымыз бапкері. Оларда меніңше как минимум полуфинал деп ниет қылады ғой. Ал сол ниеттерін дәлелдейтін уақыт Достыққа қарсы келіп тұрған сияқты. Тем более Достықта 3 основной игрок жоқ. Тек қалып тұрған Азамат Арстанов, Баха Демешев, сосын Арсен мен Мирас, Неко. Заявкте ойыншылар мүмкін қосылатын шығар. Иә, бірақ Жаңаөзенде не болып отыр ғой, турнир болып отыр ғой. Сондай. Сол жақта, иә. Сосын Оралдың игроктары бар екен заявкада, бірақ Оралдың да чемпионаты қателеспесем басталып отыр осы аптада. Сол үшін енді бұл жерде жаңағы Достық командасын не істеп тұрған жоқпын бұл жерде. Мен айтқым келіп тұрған Литэнерджи командасын өзін дәлелдеуге мүмкіндігі бар. Команда, Достық командасы действующий чемпион паркеттегі. Дәлелдейтін нағыз уақыт қой өздері. 4 команда шығады ғой. 4 шығады. Нағыз тайталастың уақыты. Дәл қазір 2 турда ұпай жоғалтпаған тек жастар екен Суперлигада. 2 ойында жеңіске жетіп 6 ұпаймен тұр. Тобында одан кейін 2-ші, 3-ші, 4-ші орында 3 бірдей команда. Пранет, Жаңақоныс, Дос үшеуінде де 3 ұпайдан. Айбын мен Шаңырақ өкінішке орай 1-1 ұпайдан, 2 ойында 1 ұпайдан алған 5-6 орында тұр А тобында. Ал Б тобында басқаша Достық пен Металлург 1-ші, 2-ші орындарда тұр. 2 ойында 1 жеңіс, 1 тең оймен 4 ұпаймен тұр екеуі. 3-ші орында Абойленд тұр, 1 жеңіс, 3 ұпаймен. 4-ші орында 2 тең ойнаған, 2 ұпаймен Литэнерджи тұр. Литэнерджи. Және Авиценна мен Вестпойнт бұл жақта да 5-6 орындарда 1-1 ұпайдан тұр екен. Қай команданың ойын ұнады сіздерге Қоныстағы? Бүкіл ойынды көрдіңіздер ғой енді. Достық жақсы. Қоныста жалпы футболисттер бейімделген. Достық өздеріне көсіліп ойнауға жақсы да Қонысқа. Ұнады. Жастардың ойында жаман емес. Металлургтікі жақсы ұнады. Металлургтікі өте әдемі. Жалпы біраз командалар Қоныста еркін ойнаған сияқты. Жалпы әдемі ойындар көп болды Қоныста. Керісінше ойын шықпаған командалар қалай ойлайсыз екен? Шаңырақ. Ойын шықпаған. Шаңырақ осы жарысқа дұрыс кіре алмаған сияқты. Шаңырақ потенциалы бар команда ғой. Бекзат бар. Футзал ойнайтын кімдер келді? Ерлан, Өркендер келді. Өзінің балдары да Аңсат бар. Білмеймін, әлі. Уақыт керек шығар мүмкін. Жастармен ойын алдағы ойында 3-ші турда жастармен ойнайды екен, сол бір бой болатын сияқты. Ол ойында ұтылса Шаңырақ жағдайлар тым қиындайды, барын салу керек. Сосын жастарға қарсы негізі өте агрессивті жақсы характермен ойнап та жүрген сияқты. Иә, сондай ойында. 2 ойында большойда, газонда солай болды, ойында жақсы болды. Сұрмергендердің тізімін бір айтып жіберейік. Суперлигада 2-ші турдан кейін Сұрмергендердің көшін 3 голмен 4 бірдей ойыншы бастап тұр екен. Олар Достықтан Назарбай Қобыландин, Металлургтен Саят Болатбай, жастардан Шапағат Бақытжанұлы және Абойлендтен Ислам Бекболатұлы. Осы 4 ойыншы 3 голдан тұр екен. Бізде енді уақытта біраз жерге таяп жатыр. Жоғарғы лигаға тоқталайық. Өкінішке орай енді қалған лигаларға бұл подкастымызда тоқталатындай уақыт болмай жатқан сияқты. Жоғарғы лиганың ойындарына тездетіп шолу жасап жүрейік. Жоғарғы лиганың ойындары жалпы жоғарғы лига деп айтып, жоғары деңгейде төрелік алдыңғы төрелік еткен. Мықты ұнады жоғарғы лиганың ойындары жалпы ұнады. 13-ші сектор қосылды. Өздерінің көрермендермен, болельшіктермен ойынға ерекше атмосфера береді. Асарғопамен ойын қандай керемет болды. Қызық ойын болды, сол ойынмен көрдіңізден. Нұрпейіс өзі гол салып жүгіргенде. Бірақ 35-ке толатын жігіт сияқты жүгіріп тұрған жоқ, 25-тегі жігіт сияқты жүгіріп тұр. Бровкамен. Қандағаш командасы, Гарняк, Искандер командасы, мықты командалар. Сұңқар негізі Суперлигаға ілікпей қалған командалар ғой, Сұңқар, Искандер, бәрі Гарняк, неде ойнап жүрген командалар ғой. Суперлигада командаларды аутсайдер біз сияқтымыз бірақ смело түрде Суперлигада ойнататын командалар. Мықты. Сұңқардың өзі қандай. Золотой картамен жаңа Асарғопада Саят ойнап жатыр. Қарабеков, Азамат Сұңқар сапында мысалы. Қайрат ойнап жатыр бізде. Қайрат Нұрмұханов, мықты деңгей. 2-ші Б группасында да мына стандарт командасы қазір. Осы жерде айтып жіберейінші, жаңағы кім Асарғопаның ойынында штрафнойдан теуіп жатыр Сұңқар. Қайрат
неде тұрды, Блок қорғаныста блок қойды да. көрсетті Сол жерде голды отмена берді. Сол осы мәселе менде де, біздің де жаңа онсың проблемасы сол ғой, біздің бала футзалдың ережесін дұрыс білмейді. сұрақ болды. Иә, қай жерде блок қойған дұрыс, қай жерде дұрыс емес, соны бір айтып жіберіңізші. блокты қай жерде деп сұрақ, жалпы сұрақ дұрыс емес сияқты мына жерде. Ереке қалай қою керек? Қалай? Иә, Қай жерде кез келген жерде блок қоюға болады. Жалпы блок қай жерде нарушение болады? футзалдың жаңағы заготовкалары бар ғой, жалпы. Сол блоктың негізі рөлі өте жоғары ғой. Блок қояды мысалы. Жоғары көтеріп жатқанда допты. Бірақ именно блокты ережеге сай, мысалы қолдарымен қатты ұстап, екі қолмен ұстап, ойыншы егер мен мысалы қорғаушымын, шабуылшы менің алдымда тұр, блок қойып, мен мысалы шыққым келеді топқа қарай, ары қарай, мен қозғалыс істеп жатамын топқа қарай, мына шабуылшы мен төтеп тұрады кәдімгідей, екі қолмен түрде былай мен екі қолмен көрсетіп, ал просто былай тұрса кәдімгідей қолсыз ештеңесіз блок қойып былай болды, бір шаг екі шаг істеп деген сияқты. Ол кезде ереже бұзылмайды жалпы. Мына ойыншыдан да әрекет болу керек шығуға. Ол просто тұрып, мына блок қойыпты, бірақ тұру ойынға жаңағыдай әсері жоқ болса, ол правомерный дейді жаңағыдай. Ережеге сай болады. Көп жағдайда блокқа жаңағыдай нарушение бермейді, тек жаңағы еркін соққы дейді, свободный удар береді. Бағана Қайрат пен кімнің Асарғопан көрдім моментті. Енді ол төрешінің решениесіне қарай сияқты өткені. Мен мысалы ана жерде Қайраттың тарапынан движение көрген жоқпын, қатты шығады. Ол ойынды бақылап тұрды, шыққысы келді, бір бақылап тұрды болды. Бірақ екінші жағынан шабуылшының да әрекеті екі қолмен бүйтіп соғады. Ол тұрса, әрине әдемі көрінеді. Бар қарағаннан кейін төрешілердің шешімін мен де құптаймын. Өйткені шабуылшының қолы екі қол. Бұл жерде төрешінің шешіміне көбірек не істейді. Әр төреші әртүрлі, бірақ трактовкасы жаңағыдай мен айтқандай. Бізге сұрақ болған сол трактовкасына қатысты айтып түсіндіріп жіберсеңіздер деді. Не себепті тоқтатты, соны жауап алғымыз келеді деп. Енді эфирді жібереміз де, қарап та отқан шығар. Сұңқар командасының ойыншылар тарапынан сұрақ болды осы матчтан кейін. Бұл енді мен жалпы бұл мәселені жеке сұрап алдым. Ана Пранетпен ойыннан кейін бізде сол проблема болды, блок қою деген. Просто енді көп осы сұрақтар болғасын әдейі подкастқа айтқызып жатқаным ғой. Өйткені ана газоннан кейін, газонда вообще болмайды деді ғой блок қоюға. Көбі түсінбей қалып жатыр. Сол айтты ма? Енді сондай моменттер көп болды ғой газонда. Негізі мына футзалда жаңағыдай, бірақ соңғы кездері қатты қарап отыр, өткен блокты ойынға әсер өте көп айтып отыр ғой тағы да. Қолмен ұстап қалып ойыншыны жаңағы не дейді, активный түрде жібермесе, активный түрде кәдімгідей ұстап, мысалы былай ұстап тұр, қорғаушы шыққысы келеді, бірақ шығара алмай жатады, қолмен бөгет беріп жатады. Ол кезде ол жаңағыдай еркін соққы береді, свободный. Бір-екі гол отмена беріп, осындай жағдайлар болған дұрыс болған сияқты. Өйткені мынандай момент болғаннан кейін бәрі уже қарайды да. Жігіттер мынаны қайталамайық. Мен өзім мысалы жаңамызға солай айтып жатырмын. Мынандай моменттер, гол салдың, штрафныйдан өтіп күшті. Дұрыс қойылмаған блок үшін голыңды алып тастайтын болса, обидно болады ғой. Өкінішті болады. Сол үшін барынша осы жағдайлар дұрыс болған сияқты керісінше. Ойындарын айтып жіберейік. 3 минут уақытымыз қалған екен эфиріміздің аяқталуына. Горняк Хромтау 13 сектормен ойнап 3-3 аяқталған. 13 сектор екінші рет қатарынан тең ойнап отыр. Бұл матчта 3-1 есебімен жеңіп жатты. Горняк 13 сектор мінез көрсетіп 3-3 тең ойын алып шықты. Искандер Хромтау Қандағаш ОЧ-да 4 командасын 2-1 есебімен жеңген екен. Ол жақта да волевая дейді ғой, жаңағыдай ұтылып жатып жеңіп кеткен. СК Сұңқар Асарғопа матчы есеп 3-2. Бұл матчта СК Сұңқар жеңіске жетті. Және бұл тобында Ырғыз жастары Анта матчы. Енді бұл матчта негізінде матчта 5-3 есебімен Ырғыз жастары командасы жеңіске жеткен болатын. Алайда ойын соңынан кейін Анта командасы апелляция жазып, протест жазды. Ырғыз жастары командасының матчқа екінші қақпашы тұрады. Екінші қақпашысы мобильді қосымшаға команданың құрамына заңды түрде ресми енгізілмей қалған екен. Техникалық ақаулар болды ма, немесе өздері ұмытып кетті ме? Сол себепті ережесіне сәйкес жарыстың Ырғыз жастары командасына 0-5 есебімен жеңіліс жазылды. Стандарт командасы Қаш сервисін 1-0 есебімен жеңді. Осы турдың жалпы ең негізгі орталық ойыны. Оның үстіне бір сенсация деп айтуға енді стандарт айып етпесін.
аутсайдер емес қой жалпы. Осы чемпионатта өте керемет бастады, көпшілік айтып жатыр. Стандарт 2 жыл бойына жүріп жаңағыдай онша ойын көрсете алмады, бірақ тұрақтылықты сақтап, бір ойыншылар тренермен Азамат Арыстанов жаттықтырып жатыр. Раульдің қосылғанында Рауль қырғыз жастарына келді. Иә, ол да бар. Жеңіс голын салыпты. Қашсервичті 1-0 есебімен жеңді. Өте керемет ойын, керемет нәтиже көрсетіпті. Және Батыс батырлар командасы алға жасты 4-3 есебімен жеңді. Батыс батырлары 35 жастан жоғарылар Ағаларымыз жарап тұр болса да, ағаларымыз жарап тұр. Екі ойында 2 жеңіс қателеспесем. Батыс батырлар. Б группасы қызық. Өте қызық болатын сияқты. Өткені Қашсервичтің 1 ұпай. Қырғыз жастары да әлі өзінікін айтатын сияқты. Алға жастың жігіттері де аутсайдер жоқ сияқты жалпы. Онда өзінің ұпайын алып алды деген сияқты. Стандарт, қайта топ жарып отыр. Батыс батырлар шығып тұр енді почти. Батыс батырлар екеуі шығып тұр жалпы. Айтып отырмын, биылғы жоғары лиганың деңгейі өте күшті. Ойындар өте әдемі. Қашсервич пен ырғыз жастары 5-6 жерде тұр. Таңғалатын дүние. Ана жақта да Қандағаш деген команда осал команда емес, жалпы 0 ұпаймен тұр, бірақ 2 победа алып кетуі мүмкін дейсің ғой әлі, да? 3 победа даже. Алып кетуі мүмкін. Олжас Саттаров қосылса, оның үстіне әзір Олжассыз ойнап жатыр команда. Олжас жарақатпен жүр. Осындай мәселе. Бұл жақта Сұрмергендер көшін Досымжан Ерахмет бастап тұр. 4 голмен Искандерлік. Екінші орында Батыс батырлары Азамат Ахметов. Және үшінші орында 2 гол салған ойыншылар өте көп екен. Қанат Ахметов келмеген сияқты әлі, ойындарға да. Келгесін өзінің орнына барады деген ойдамыз Қанат ағамыз. Осы жерде тұратын еді айтты десе. Енді құрметті жанкүйерлер, көрермендер, жалпы бүгінгі шығарылымды қарап отырған баршаңызға өздеріңіздің уақытыңызды бөліп 1 сағаттық шығарылымымызды қарағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Қарағандарыңыздың өзі біз үшін қолдау болады. Қаралымымыз көбейеді. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, таратыңыздар. Және де бүгінгі подкастымызға келген қонақтарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Осынау арпалыс тірлік кешіп жатқан заманда уақыт тауып, уақыт бөліп қатысқандарыңыз үшін, қатысқандарыңыздың өзі осы каналға келіп, шығарылымға келіп, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ақылдарыңызды, ойларыңызды айтып жатқан өзі қазіргі Ақтөбедегі әуесқой футболдың дамуына сүбелі үлесін қосады. Сөз соңында 1-2 ауыз сөз айтып жіберсеңіздер өздеріңіз. Айтыңыз. Сол, жалпы подкастқа шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы Ақтөбенің әуесқой футбол, жалпы әуесқой емес, жалпы футзалын, футболын бірге дамытайық. Реніш, көремаушылық деген жалмен қасиеттерді ысырып жігіттер. Бірге бір оймен жалпы футболдың деңгейін көтерейік. Сыйластығымыз футбол үшін жалпы бір кішігірім түсініспеушіліктер үшін жоғалмасын. Артық кем кеткен тұстарымыз болса айып етпеңдер. Алдағы уақытта өткен жалпы төрелік деген төрешілердің атынан жалпы бәрін айтам. Төрелік оңай зат емес. Сондықтан бір кездері қателеседі, бір кездері дұрыс шешім қабылдайды жалпы. Ол әлем бойынша төрешінің қателіктерін көріп жатырсыздар. Сондықтан қателік тұстар болса, жаңағыдай әдемі жеткізе біліп, бірге жұмыс жасайық деп айтқым келеді. Жігіттер, дами берейік. Ақтөбе әуесқой футбол лигасы дами берсін, береке берсін. Әмин. Енді бірінші лиганы айта алмай қалдық. Бірінші лига өкілдерінен, команда капитандарынан кешірім сұраймыз. Келесіше көбірек айтарымыз бірінші лиганы. Екінші лига енді болған жоқ қой. Сол жаңағы өзіме әр түні жатарда бүгін не істедің, Алла үшін не істедің, қоғам үшін не істедің деп сұрақ қоям. Бұл жерде жаңағы Ақтөбе футболына барлығымыз өзіміз келіп көмектесіп, өзіміз дамытпасақ, ешкім сырттан келіп дамытпайды. Жаңағы үлкен футболға немесе басқа жақтарға ақша үшін келуі мүмкін адамдар, бірақ дәл осы әуесқой футболға ешкім келмейді. Сол үшін осы әуесқой футболды дамытатын, жақсы қылатын, қызық қылатын бұл өзіміз. Сол үшін кейде жаңағы элементарный жағдайларда команда капитандары немесе өкілдері санасып қалып жатады. Сол санаспай осы футбол үшін, қоғам үшін дамытайық, бірге жұмыс жасайық дейді. Жаңағы пайғамбарымыздың сұрағанда ең жақсы адам кім дегенде, қоғамға пайдасы тиген адам ең жақсы адам дейді. Мына әуесқой футболға пайдаңыз тисе, салауатты өмір салтын насихаттасаңыз, бұл да сіздің қоғамға тигізген пайдаңыз, хадиске амал қылғаныңыз. Сол үшін қолымыздан келгенше осыны бірге дамытайық. Рахмет көп. Ендеше сау саламатта болыңыздар. Жеңісті күндерде жолығайық. Ертең, арғы күні, сенбі, жексенбі күндері әдеттегідей Әлихан спорт кешенінде баршаңызды күтеміз.